Үшінші бөлім time, яғни уақытқа байланысты бөлімді бастайтын боламыз. Гүлнара's daily life, Гүлнараның күнделікті өмірі. Бірінші тапсырма look at Gulnara's daily routine and number. Гүлнараның күнделікті жасайтын іс-әрекеттеріне қарап, төменде берілген сөздерді суреттермен сәйкестіріп, сандарды жазып шығуымыз керек. Біріншісі get up, тұру, ұйқыдан тұру. Екінші суретке сәйкес келеді. Have dinner, түскі ас ішу. Алтыншы суретке сәйкес келеді. Go to school, мектепке бару. Төртінші сурет. Come home from school, мектептен үйге оралу. Бесінші суретке сәйкес келеді. Watch TV, теледидар қарау. Сегізінші суретке сәйкес келеді. Have breakfast, таңғы ас ішу. Үшінші сурет. Go to bed, ұйықтауға жату. Бірінші сурет. Do my homework, үйге тапсырмасын орындау. Жетінші сурет. Екінші тапсырма look, read and say yes or no. Қараңыз, оқыңыз және я немесе жоқ деп айтыңыз. Бізге суреттер және сөйлемдер берілген. Сол сөйлемдерді оқып, дұрыс немесе бұрыс екенін қарауымыз керек екен. Бірінші сөйлем the first and the ninth clocks are blue. Бірінші және 9-шы сағаттар көк. Суретке қараймыз. Бірінші және 9-шы сағатымыз көк емес, олар қызыл. Сондықтан no деп жазамыз. Екінші сөйлем the 5th and the 10th clocks are yellow. 5-ші және 10-шы сағаттар сары. 5-ші және 10-шы сағаттар шынында сары екен, сондықтан yes деп жазамыз. Үшінші the 2nd and the 6th clocks are green. 2-ші және 6-шы сағаттар жасыл. 2-ші және 6-шы сағатқа қараймыз. Олар жасыл емес, олар қызғылт түсте, сондықтан no деп жазамыз. 4-ші the 7th and the 8th clocks are blue. 7-ші және 8-ші сағаттар көк. Суретке қараймыз, шынында да, сондықтан yes деп жазамыз. 5-ші the 3rd and the 4th clocks are orange. 3-ші және 4-ші сағаттар қызғылт сары түсте дейді. Дұрыс емес, өйткені 3-ші және 4-ші сағаттар жасыл, сондықтан 5-ші сөйлемге no деп жазамыз. Үшінші тапсырма talk with your friend. Досыңызбен әңгімелесіңіз. Бізге сілтеу сөздер берілген. In front of, бір нәрсенің алдында. Between, арасында. On, үстінде. In, ішінде. Under, астында. Бізге сөздер берілген. Сол сөздердің суретте қай жерде орналасқанын айтуымыз керек. Сөздерге қараймыз. Laptop, notebook, clock, сағат, uniform, мектеп формасы, school bag, портфель. 5-ші lamp, шам. Бізге мысал ретінде сөйлем берілген. Сол сөйлемдерді қарап шығайық. Where is the laptop? Ноутбук қайда? It's in the school bag. Ол портфельде. Келесі сөйлемдерге қараймыз. Екіншісі where is the clock? Сағат қайда? It's in front of the picture. Ол суреттің алдында. Үшінші where is the uniform? Мектеп формасы қайда? It's on the bed. Ол төсектің үстінде. Төртінші where is the school bag? Портфель қайда? It's under the desk. Ол партаның астында. Бесінші where is the lamp? Шам қайда?
It's between the books. Ол кітаптардың ортасында. Бірінші тапсырма look, read and write yes or no. Қараңыз, оқыңыз және я немесе жоқ деп жазыңыз. Біріншісі the boy is watching TV. Бала теледидар қарауда. Суретке қараймыз, я шынымен де сондықтан yes деп жазамыз. Екінші the TV is on his desk. Теледидар оның партасында. Я yes деп жазамыз. There are 2 clocks on the walls. Қабырғаларда 2 сағат бар. Дұрыс емес, қабырғада бір ғана сағат, сондықтан no деп жазамыз. The dog is between the bed and the desk. It кереует пен партаның ортасында дейді. Суретке қараймыз, дұрыс емес, no деп жазамыз, өйткені it парта мен шкафтың ортасында. Бесінші, the cat in the basket has got a ball. Себеттің ішіндегі мысықта доп бар. Суретке қараймыз, дұрыс емес, no деп жазамыз. There is a school bag under the desk. Партаның астында портфель бар. Суретте шынымен де портфель партаның астында, сондықтан yes деп жазамыз. Екінші тапсырма read and color. Start from the bottom. Оқыңыз және бояңыз. Төменнен бастаңыз. Color the first present green. Бірінші сыйлықты жасылға бояңыз. Color the fifth present blue. Бесінші сыйлықты көкке бояңыз. Color the sixth present brown. Алтыншы сыйлықты қоңырға бояңыз. Color the 10th present orange. 10-шы сыйлықты қызғылт сары түске бояңыз. Color the 9th present pink and blue. 9-шы сыйлықты қызғылт және көк түске бояңыз. Color the 2nd present red. 2-ші сыйлықты қызылға бояңыз. Color the 8th present purple. 8-ші сыйлықты күлгін түске бояңыз. Color the 3rd present pink and yellow. 3-ші сыйлықты қызғылт және сары түске бояңыз. Color the 7th present orange. 7-ші сыйлықты қызғылт сары түске бояңыз. Color the 4th present yellow. 4-ші сыйлықты сарыға бояңыз.